Сәлем достар, сіздермен Сандуғаш, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін ең оңай әрі дәмді дайындалатын шоколадты кекстің рецептін ұсынамын. Каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, лайк басып қоюды ұмытпаңыздар. Алдымен құрал заттар дайындап аламыз. Ұн, какао, щепотка соль және разрыхлитель. 2 жұмыртқа, 100 грамм растительное масло, 180 грамм сүт және 150 грамм қантты пайдаланатын боламыз. Ең алдымен бізге 2 жұмыртқаны жарып үстіне қант саламыз. Қант пен жұмыртқаны 2 минут шамасында араластырып, үстіне сүт құйып, сүтпен де кішкене араластырып аламыз. Сүттен кейін растительное маслоны құйып, оны да 1-2 минуттай араластыруымыз қажет. Одан кейін сухой заттарды салып, оны да кішкене араластырып алуымыз қажет. Үй жағдайындағы ең кез келген форманы алып, ішіне пергамент қағазын салып, массамызды құятын боламыз. Массамызды қызып тұрған пештегі формаға салып, одан әрі 180 градусқа 30 минут немесе 40 минут аралығында пісіріп алатын боламыз. Дайын болған суытылған массамызға үй жағдайында бар кез келген шоколадты алып, ерітіп, оның кекстің бетіне құятын боламыз. Шоколадты кекстің рецепті ұнаса, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып, лайк басуды ұмытпаңыздар.